Баршаңызға сәлем. Қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге мен Жұлдыз педиатр, және бүгінгі тақырыбымыз жөтел туралы болады. Бұл тақырыпта жөтелді қалай емдейміз және жөтел кезінде жасауға болмайтын жағдайларды айтатын боламын. Жөтел бұл тыныс жолдарының қорғаныс реакциясы. Яғни жөтел тыныс алу жолдарының кез келген тітіркендіргіштерге қақырық дейміз, мысалы шырыш, шаң, тозаң, бөгде зат болсын, ірің болсын, осы тітіркендіргішке жауап реакциясы. Организмге осы тітіркендіргіштер түскен кезде жөтел арқылы организм оны шығарып тастағысы келіп тұрады, ұмтылады. Ең алдымен жөтел пайда болғанда жөтел не себепті пайда болып тұрғанын түсініп алу керекпіз. Егер жөтелді емдейміз десеңіз, бірінші нақты себебін біліп алуымыз керекпіз. Ол себебі инфекция, вирусты инфекция болуы мүмкін, бактериалды инфекция болуы мүмкін, слизь, шырыш болуы мүмкін, насморк болғанда да жөтел болады балада. Соны біліп алу керекпіз. Балалардағы жөтелдің ең бірінші себебі бұл инфекциялар. Барлық инфекция түрлері жатады. Бұл инфекциялар риносинусит, ринит, ларингит, трахеит, бронхит, бронхиолит, пневмония, обструктивті бронхит, көк жөтел, туберкулез және де көп инфекция жатады. Бөгде денелер түсіп кеткен кезде, ауа тыныс жолдарына бөгде денелер түсіп кеткен кезде, ұсақ моншақтар, немесе бір тағамның бөлшектері болсын, аллергиялық аурулар, бронх демікпесі, гастроэзофагеалды рефлюкс жатады. Егер асқазандағы тамақтың қалдығы өңешке артқа қарай жүріп кетсе, жөтел пайда болады. Және өкпе мен жүректің созылмалы аурулары кезінде, өкпеде ақау болса, немесе жүректің ақауы болса, жөтел де жатады. Осы жерде жөтел де кіреді. Психогенді жөтел дейді, ол да кіреді. Сыртқа тітіркендіргішке реакция, шаң, тозаң, темекінің түтіні, өткір иіс, осыған да бала жөтеледі. Және плеврит, бұл тек қана бастапқы ғана мен айтып өткен жиі кездесетін жағдайлар ғана, ал айталмаған жағдайлар өте көп. Және бұл жерде өз бетімен емдеу жөнсіз. Алдымен дәрігерге, маманына көрініп алған дұрыс. Жөтелдің өзін емес, сол жөтелді тудыртатын ауруды емдеу керек. Жөтел көбінесе жиі жағдайда, осы айтып өткен жағдайлардың арасында жиі жағдайда вирустық инфекцияның фонында болады. Және бүгінгі тақырыбымыз осы вирустық инфекцияға байланысты болады. Осы вирустық инфекция кезінде жөтелді емдейміз. Бұл жерде біз ең алдымен қайнаған жылы суды бөліп 10 минут сайын беріп отырамыз. Бұлай беретін себебіміз бронхтағы шырыштың, қақырықтың, шырыштың кебіп кетпеуіне ықпал етеміз. Яғни оны үнемі ылғалдандырып отырамыз. Осылайша қақырық ылғалданып, жақсы шығып кететін болады. Келесі тұзды ерітінділерді мұрынға тамызу арқылы емдейміз. Неге? Өйткені бұл жерде әңгіме шырыш туралы болып жатыр. Яғни шырыш жөтелді шақырып жатыр. Мұрын арқылы тұзды ерітіндіні тамызған кезде біз шырышты ылғалдандырып отырамыз. Балаға жылы су бергендей, біз мұрын арқылы да шырышты ылғалдандырып отырамыз. Оның кеуіп кетпеуіне әсер етеміз. Шырыш аққан кезде мұрыннан үнемі ағып тұрады. Шырыш аққан кезде тамақтың артқы стенкасы арқылы өтіп, жөтелді шақыртады. Тамағын қыштады, баланың тамағын қыштады да жөтел тудыртады. Сөйтіп бала жөтеледі. Осы кезде біз мұрынға тұзды ерітіндіні тамызған кезде ылғалдандырып, шырышты ылғалдандырып, оның шығуына ықпал жасаймыз. Осы процесті постнаталды тамшы дейміз. 1 жастан асқан балаларда мед беру ұсынған. Яғни бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы да Medscape деп жатады. Medscape деген дәлелді медицина тұрғысында да 1 жастан асқан балаға мед беру ұсынылған. Бұл жөтелді толық емдемейді, бірақ жөтелдің азаюына ықпал етеді. Күніне 3 рет кішкентай шай қасықпен беріп отырамыз. Шайына немесе суына араластырып. Және бөлменің температурасының параметрін бақылаймыз. Температура қатты ыстық болмау керек, қатты салқын болмау керек.
22-20 градуста болу керек бөлме температурасы, және ылғалды болып отыру керек. Ылғалдандыруды біз қалай жасаймыз? Батарея ыстық болып тұрады. Батареяға біз сулы тряпканы жайып қоямыз, немесе сүлгі, полотенце жайып қойсаңыз, бөлменің температурасы ылғалданып тұрады. 40-60% ұстап тұру керек. Балада жөтел кезінде мүлдем жасауға болмайтын жағдайлар. Құрамында кадеин, декстрметорфан бар препараттарды ұсынылмайды. Олар Кадиллак бронхо, кофекс, тустин плюс, тоф плюс деген препараттарды мүлдем ұсынылмайды. Жөтелге қарсы орталыққа әсер ететін препараттар тиімділігі дәлелденбеген, тиімсіз екені дәлелденген. Олар Синекот, Кадиллак нео, антитус деген препараттар. Және осы жерде қазір көп мамашалар, көп ата-аналар, опыты көп ата-аналар мені қазір тряпкамен лақтырып жүруі мүмкін. Маған өткені қазір мен мифті жоятын боламын. Бұл жерде бәрінің жақсы көретін любимый препараттарын жөтелге емдеу кезінде тиімсіз екені дәлелденген туралы айтып кететін боламын. Бұл жерде мені қатты сөкпеңіздер, өйткені бұны мен айтып жатқан жоқпын. Бұны дәлелді медицина тұрғысында Medscape деген дәлелді медицина деген ғылым бар. Сол ғылым тұрғысында айтып жатырмын сіздерге. Маған тапочки лақтырмауыңызды сұраймын. Отхаркивающий дәрілер дейді. Шырышты ылғалдандырушы, шырышты шығарушы дәрілер, препараттар. 6 жасқа дейінгі балаларға арналған муколиптиктер. Бұл препараттар жақсы, бірақ бұл препараттар шырышты көбейтеді. 6 жасқа дейінгі балалардың кеуде бұлшықеттері жақсы дамымаған. Олар жөтел арқылы шырышын соңына дейін шығара алмайды. Бұл препараттар шырышты көбейтеді, тыныс жолдарын тарылтады. Сол себептен де бронхта қақырық жинала бастайды. Олар жиналып қана қоймай көбейеді. Асқынудың қаупі жоғары бұл жерде. Бұл препараттар барлығы жақсы көретін, сонымен қатар дәрігерлер де жақсы көретін Амбро, Амбробени, Лазолван, Геделикс, АЦЦ, Промгексин, Мукалтин деген препараттар. Келесі шөптік препараттар, шөптен жасалған, өсімдіктен жасалған препараттар. Бұлардың да тиімсіздігі дәлелденген. Бұлар тиімсіздігімен қоса қоймай, балаларда аллергиялық реакциялардың тудыртуына себепкер болады. Өткені құрамында шөп бар. Бұлар бромхикум, бронхипред, синупред, каштил, доктор мом, проспан, всеми любимый проспан, гелисал, линекс, гербион, бронхолитин деген препараттар. Келесі гомеопатия. Бұл ресми түрде жалған ғылым болып дәлелденіп отыр қазіргі таңда. Бұл препараттарға умкалор, ренгалин деген жатады. Келесі жағдайлар, олар балаға банкалар қою, горчичниктар қою, балмен, мёдпен сылау, 40 қабат жапырақтарды салу, картоптан ингаляция жасау, қойдың майын кеудесіне жағу, табандарына жағу. Бұлар тыйым салынған, бұлар көмектеспейді. Және ингаляция туралы айта кететін болсақ, ингаляция көмектеседі, бірақ та именно жөтелдің өзін емдеуге ингаляция көмектеспейді. Ингаляция көмектеседі қашан? Ингаляция балада егер белгілі бір ауру болғанда, пневмония болады, немесе жөтелмен жүретін, жөтелмен бірге жүретін, сопровождающий с кашлем дейді ғой, жөтелмен бірге жүретін ауруларда көмектеседі. Олар пневмония, бронхит, обструктивный бронхит, ларингит, трахеит, ларинготрахеит деген тағы сол сияқты белгілі бір өкпенің ауруларында жақсы көмектеседі. Жедел жәрдемінде де жұмыс істеген кезімде жөтелге қарсы қандай дәрі ұсынасыз деген кезде мен бірінші кезекте обильное теплое питье деп айтатын. Бірақ оларға білмеймін, ата-аналар немқұрайлы қарайды. Білдей дәрігерлік басыммен солай деп ұсынсам, мамалар маған біртүрлі қарайтын да, солақ па деген сияқты. Мен айтам, осы деп, қандай препарат мысалы тағайындайсыз дейді да, мысалы. Мен айтам, ондай препараттар бұл жаста балаларға сәйкес келмейді. Яғни шырышты көбейтеді ол препараттары бірінші очередь. Бірақ бала сол шырышпен қалай жеңу кереккен білмейді бала.
даже үлкен адамның өзі де қақыраған дұрыс шығара алмайды. Келісесіз деп ойлаймын мен. Ол үшін ата-анаға деген шыдамдылық керек, төзімділік керек. Минимум 2-3 күн шыдасаңыз жазылып кетеді. Дәрісіз ақ, антибиотиксіз ақ, препараттарсыз ақ. Балалар ауырмасын, дендері сау болып өсе берсін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Балаңыз жөтелген кезде қалай ем қолданасыздар? Сау болыңыздар.